Сәлем достар, 1.380.000 теңге грантына қалай қатысамыз, қалай сертификатты аламыз, бизнес-план үлгісін қайдан аламыз, қалай өтініш жібереміз қатысуға. Осыларды толық көрсететін боламын. Сондықтан маған тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал кеттік. Ең алдымен Google-ға кіреміз. Google-ға кіріп, осы жерде еңбек бизнес KZ деген сайтты жазатын боламыз. Бүкіл процесс осы сайттың ішінде өтетін болады. Яғни сертификат алу, бизнес планның үлгісін алу, осында тіркеп, өтініш жіберу барлығы осы сайтта жүреді. Сізге керегі ECP кілт. Менің кабинетім деген батырманы басамыз. Тіркеліп алғаннан кейін осында міне мұнда 2 мәртебе тексеру деген тұр. Бірінші мәртебе тексеру міне жоғарыда тұр. Одан кейін міне астында грант дегеннің астында екінші мәртебе тексеру деген тұр, иә. Бұл бірінші мәртебе тексеру сертификат алу үшін тексеріледі. Ал екінші мәртебе тексерілу ол сіздің әлеуметтік статусыңызды тексереді. Яғни бұл екінші мәртебені тексеру база ашылғаннан кейін, қатысуға заявка жіберілетін ашылғаннан кейін барып, осы жерде екінші мәртебені тексеруді басамыз. Оға дейін ол кнопка жұмыс жасамайды. Бірінші мәртебені тексеру бұл сертификат алу үшін дедік, иә. Яғни бұл жерде сіз ИП-сызсыз ба, или жұмыссызсыз ба, или осы мұнда тұрған категориялардың біріне жатасыз ба, соны тексереді. Сосын мына бизнес-план деген қатарды бассаңыз, мына бизнес-план жоспарды енгізу деп тұр. Ол енгізу, сіз дайын болған бизнес-планыңызды сол жерді басу арқылы енгізесіз. Бизнес-планыңыздың тақырыбын жазасыз, сақтау батырмасын басасыз. Ал бизнес-жоспар үлгісі деген батырманы бассаңыз, сіз шаблон скачать етіп аласыз, яғни үлгісін. Сол үлгіні толтырып, сосын қайтадан енгізетін боласыз. Немесе міне сізге орысша керек болса, мына жерден орысша деген батырманы бассаңыз, шаблон бизнес-плана деп өзгерді. Ал егер қазақша керек болса, мұнда қазақша деген кнопканы басасыз да, қазақша жүктеп алатын боласыздар. Қай тілде жазасыздар, сол тілде скачать етіп алсаңыздар болады. Енді мұнда мәртебені тексеру деген батырманы басатын болсақ, мұнда шаблон скачать еттік. Мұнда загрузкидің ішінде түседі. Загрузкидің ішінен алсаңыздар болады. Сосын сертификатты басқан кезде міне сертификаты жоқ деп тұр. Егер сіздерде сертификат бар болса, мұнда сертификатты алған датасы мен сертификаттың номері жазылып тұрады. А егер сіздерде сертификат жоқ болса, осылай жоқ деп шығып тұратын болады. Сертификатты алатын болсақ, біз мына жерде мәртебені тексеру деген батырманы басамыз. Сол батырманы басу арқылы сіз мәртебеңізді тексеріп, курсқа жазылатын боламыз. Міне мұнда келісемін дегенді басып, тексеруді басамыз. Осында қайсысына жатасыз сіз? Ешқайсысына жатпайтын болсаңыз, ең соңғысын белгілейсіз. Ешқайсысына жатпаймын деп, ал осы категориялардың біріне жататын болсаңыз, осыларды басасыз. Сосын ECP кілттің RSA деген екінші ключі бар ғой. Соны тіркеп, пароліңізді жазып, келісім бересіздер қазір. Мұнда RSA деп керегімді аламын. Міне, уже жібердім. Тексеруде 6 адам кезекте тұр деп тұр. Төбеден қазір үстінен обновить етіп жібереміз. Сол кезде мұнда қазір сізді курсқа автоматты түрде жазатын болады. Міне обновить еттік. Курсқа жазылдық. 2 күн уақыт беріп тұр. Курсқа жазылуға біз 2 күн күтпейміз, сразу жазыламыз. Міне курсына жазылу деп тұр. Қай тілде тапсырасыз, сол тілді таңдайсыз. Сосын білім деңгейіңізді таңдайсыз. Қандай оқу орнын бітірдіңіз? Жоғары болса, жоғары оқу орнын бітірдім. Сосын міне өзі кішкене күтіп тұрсаңыздар, бір 5 секундтай күтсеңіздер, сіздерді автоматты түрде Skills еңбек KZ, яғни сертификатты оқып алатын сайтқа ауыстыратын болады. Міне мұнда бір модуль, бірінші модульдің өзінде 4-5 сабақ болады. Әр модульде 4-5 сабақ, кейде 8-9 сабаққа дейін де бар. Кейбір модульдерде 3 сабақ қана.
міне осылай сабақтарда бірінші модуль бірінші сабағына кіріп соны көріп екіншісіне өтіп үшіншісіне солай өтіп аралық тестілеу дегенге өтесіз. Аралық тестілеу тапсырғаннан кейін барып екінші модульге өтесіз. Бір модульді бітірмей екінші модульге өте алмайсыз. Сондықтан кезекпен ауыстырып отырасыз. Яғни әр модульдің соңында аралық тест болады. Яғни 12 модуль, 12 модульдің 12 аралық тесті болады. Ең соңында қорытынды тест болады. Қорытынды тесттен кемінде 70% алу керек. Яғни 25 сұрақ болса, соның кемінде 18-іне жауап беру керек. Міне 12 модуль мұнда астында міне қорытынды тест деп тұр. 18-не дұрыс жауап беру керек. Сізге 3 попытка береді. Үшеуінен де құлап қалсаңыз, сіз 12 модульді қайтадан мәртебені тексеру батырмасын басып, қайтадан курсқа жазылып оқып аласыз. Бір жылда 3 реттен кем емес деген, 3 реттен көп істей алмайсыз. Сізді бір жылға доступты жауып қояды. Яғни келесі жылға дейін сіз сертификатты оқып ала алмайтын боласыз. Сондықтан егер бірінші, екінші попыткадан құлап қалсаңыз, оны білетін адамнан көмек сұрағаныңыз дұрыс, немесе курсты басынан бастап қайтадан оқып шығу керек сізге. Осы міне 12 модульді тапсырып болғаннан кейін пікір қалдыру деген батырма шығады. Қорытынды тесттен өткеннен кейін пікір қалдырасыз. 5 жұлдызды басып арқылы сақтайсыз да сертификатты жүктеу немесе скачать сертификат деген жазу шығады. Солай жүктеп аласыз. Немесе жүктемесеңіз де болады. Автоматты түрде базада сертификатыңыз сақталатын болады. Керек кезде жүктей аласыздар. Еңбек бизнес KZ-де сертификаттың номері тұрады, бірақ сертификатты Skills еңбек KZ-ден жүктейтін боласыздар. Одан кейін міне өтінімдер тізімі деген батырманы басасыз. Сертификатыңыз дайын, бизнес планыңызды тіркеп қойдыңыз. Өтінімдер бөліміне өтіп, өтінім беру батырмасын басып, шыққан окошкаларды басқаннан кейін бос ұяшықтар шығады. Сол бос ұяшықтарды толтырасыз. Не сұрап тұр, соларды толтырасыз да РСА, яғни ЭЦП кілттің РСА-сымен подпис қою арқылы, яғни соның паролін жазып сақтау арқылы сіз өтінім жіберетін боласыз. Өтінім жібергеннен кейін, қабылдау күні аяқталғаннан кейін сізге 1414-тен телефон номеріңізге адресі, комиссия алдына шақырту келеді. Адресі уақыты жазылған. Немесе осы сайттан осы өтінім беру деген бетке өтіп тексеріп отырсаңыздар болады. Сол жерге де хабарлама келетін болады. Өзі бұл грантқа қатысудың 2 шарты бар. Бірінші шарты, сіз жеке кәсіпкер болуыңыз керек, немесе жұмыссыз болуыңыз керек, яғни официальный жұмыс жасамауыңыз керек. Екінші шарты, бұл әлеуметтік осал топқа жату керек. Әлеуметтік осал топ дегеніміз көп балалы аналар, аяспа алатындар, мүгедектігі бар жандар, мүгедек баланы асыраушылар, қандастар, сосын қоныс аударушылар секілді әлеуметтік осал топ, яғни пособие алатын адамдар осыған қатыса алады. Егер бұл категорияларда жоқ болсаңыз, онда сіз 5 миллион грантына немесе 5 миллион жастарға берілетін кредитіне қатыса аласыздар. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.